Астана қаласы әкімдігінің халық қаһарманы Қасым Қайсенов атындағы нөмірі 27 мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиет пәні бірлестігінің бір жетіге созылған апталығы адалдық пен тіл тазалығы абайдан аманат атты тақырыпта бастау алған. Бүгінгі мектептің акт залында аталмыш апталықтың қорытынды жиналысы болып өтті. Ассалаумағалейкум, тамыры терең тіліміздің жанашырлары. Армысыздар, өрлі де асқақ рухты тәуелсіз елдің жас ұрпақтары. Адалдық пен тіл тазалығы абайдан аманат атты апталығымыз мінекей өз мәресіне де жетті. Иә, апта бойы абай болып ойландық, ыбырай болып толғандық. Сіз болып, біз болып қаншама іс-шараны атқардық. Заманның талабынан қалмай жасанды интеллектіге де жүгіндік. Дегенмен де өз тіліміздің құдіретін жасандылыққа шалдарта алмаймыз. Әрине, адалдық пен тіл тазалығы абайдан бізге аманат. Аманатқа қиянат жасауға болмас сірә. Тіл дегенің бұл біздің бабаларымыздан қалған асыл аманат. Ендеше тіліміздің мәртебесін көтеріп, ұрпағымызға табыстау біздің қасиетті борышымыз. Салтанатты түрде өз мәресіне жеткен апталықта абай шығармалары кеңінен орындалды. Қобызда абай шығармаларының бірі «Көзімнің қарасы» өлең орындалса, мектептің көркем өнерпаздарының орындауында «Желтіс түнде жарғай» атты шығармасы арнайы хор үйірмесінің орындауымен жалғасын тапты. Бір жетіге созылған апталықта өнер көрсеткен тіл жанашырлары ерекше марапатталды. Мінберде сөз алған мектеп лицей директорының орынбасарының апталықта бір кісідей атсалысқан азаматтарды құттықтап, еңбектерін ерекше бағалап, мақтау қағаздарын табыс етті. Мұнда да бізде өткен апта өте мерекелі, әсерлі, өзіміздің тілімізге деген, отанымызға, елімізге деген сүйіспеншілігімізді білдіре отырып, өте жоғары деңгейде өтті. Мұғалімдерімізге үлкен алғысым шексіз. Балаларды осылай дайындап, біздің қазақ тілі, мемлекеттік тілімізге деген құрметті өздерінің барлық күштерін салып, өздерінің өнерлерін әртүрлі сайыстарға қатысып, мен қазақ тілін білемін, мен қазақ тілін құрметтеймін, мен қазақ тіліне деген қызығушылығым, сүйіспеншілігім мол деген өздерінің сезімдерін көрсете білді. Адалдық пен тіл тазалығы абайдан аманат атты тақырыпта өтілген тіл апталығында интеллектуалдық ой сайысы, Қабырға газетінде тіл тазалығы туралы мақала жариялау, қазақша сөйлесін, шебер сөйлеуші атты тақырыпта бірнеше номинациялар бойынша жарияланып, олардың жеңімпаздары арнайы марапатталды. Я награждена за то, что я участвовала в конкурсе и сыграла Ки Нургысы Тілендиева «Аку». Бүгінгі тіл апталығында мемлекеттік тілге құрмет көрсеткен азаматтардың барлығы марапатталып шықты. Тілі басқа болғанымен тілегі бір, жүзі басқа болғанымен жүрегі бір қазақстандық көпұлтты азаматтардың бірлігінің нығыз, ынтымағының жарасқан бауырмалдығын байқадық. Сондықтан тіл апталығында абай аманатымен бірге апталықтың айтары көп екенін аңғардық. Осы аптада бізде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен мектепшілік апталық өтті. Сол апталыққа менің 5-ші есімімді осы апталыққа қатысып, интеллектуалды сайыс тақырыбы тіл байлығы, ой байлығы тақырыбында орыс сыныптар ғой енді. Қазақ тілінен интеллектуалды сайыс өткізіп, 2 команда болды. Бұл болашақ командасы және жас қыран командасы. Бұнда жеңіске жеткен болашақ командасы болды. 2 команда 1-ші орын, 2-ші орын деп сондай нәтижеге жеттік. Апталық өте мазмұнды, балаларға тәрбиелік мәні бар деп ойлаймыз. Бұл апталықтың мақсаты біздің тілге деген құрметімізді дамыту. Осы апталыққа енді менің 5-ші есімімді өте атсалысты, дайындалды, өздерінің қабілеттерін көрсете білді, тілге деген өздерінің көзқарастары қандай екенін білдік.
Енді бұл келешекте сондай маңызы мәні бар апталық болды деп ойлаймын. Қай жерге барса да бұл мектепті бітіріп кетсе де бәрібір де қазақ тілі біз өте жоғары деңгейде тілді білуіміз керек. Соған енді кішкене де болса осы апталықта балаларға кішкене ой салды деп ойлаймын. Бір жетіге созылған тіл апталығы да өз мәресіне жетті. Апта бойы ашық сабақ өткізген ұстаздардың шеберлігі шыңдала түсті. Озық үлгі ұстаз арасындағы тәжірибе алмасу, әдістемелік әдіс тәсілдерді қолдану, жасанды интеллекті озық үлгісін қалыптастыру, тілге құрмет жасау, ұлттық құндылықтарды дәріптеу, салт дәстүрімізді насихаттау секілді игі бастамалар орын алды. Апталық ауыз толтырылып айтарлықтай болды. Абай аманатының артында өшпестей із қалды.